Сәлем. Менің құрметті оқырмандарым, көрермендерім. Сіздерге тағы бір лайфхак, тағы бір кеңес. Ақша жайлы болмақ, ақша бәрімізге керек шығар. Ойлаймын, бәрімізге қажет деп. Егер біз ақшалы болып жүргіміз келетін болса, бай қуатты болып, бай болып жүргіміз келетін болса, байлық керек болатын болса, біз әрқашан жақсы, жоғарғы деңгейдегі парасатты адамдар болуымыз керек. Себебі төмен жақта қоқыр-соқыр пықыр өсек аяғының айналасында қалып қоятын болсақ, ондай жерге ақша келмейді. Ақшаның өзі энергетика. Ақша жақсы энергетикаға келеді. Ақша жақсылықты жақсы көреді. Жағымды энергетиканы жақсы көреді. Сіз біреуге жақсылық жасай бастаған кезде, ешкімнен ештеңеден өтеуін күтпей, мейірім жасай бастаған кезде, мейірімді бола бастаған кезде, жүрегіңіз ашылғанда, жүрегіңіз тыныштық тапқанда, сіз данагөй, парасатты бола бастаған кезде ақша өзінен өзі келетін болады. Біреудің қырсығын, біреудің болмай қалған жерін ешқашан теріп сөз қылмаңыз. Жарқырап, жайнап жүріңіз. Сол кезде сізге ақша өзінен өзі келетін болады. Маған сеніңіз, және де өміріңізге осыны керектеріңіз, қажетіңізге жарасын, бай, қуатты болыңыз.